Кейде жаманшылықтың адамға бірінен кейін бірі жамалар қасиеті болады. Салим достар, әңгімені тыңдамас бұрын маған тіркеліп қолдап кетіңіздерші. Бақытсыздық келді, қақпаңды аш деген сөз тегіннен тегін айтылмаса керек. Ал егер шынымен бәрі қиғаш қиыс кетіп бара жатса ше? Онда бұл жай әшейін халық даналығы емес. Қас қылғандай ақ, құрбы қызбен кездесуге келіскенбіз, ал ол келмеді. Күрткемнің түймесі үзіліп қалды. Көргім келмеген танысымен электричкада соқтығысып қалдым. Тісім қақсады. Жаңбыр жауды. Таксиге отырдым. Кей жерлерде авария болып, жолды кеп тастаған. Маған дәл осы жағдайда біреу-міреу қақпаңды аш десе, мен оның жақсылап тұрып сазайын тартқызар едім. Иә, сіз де солай істеген болар едіңіз. Міне, халық даналығы осында. Мен адамдармен жақсы қарым-қатынас орната аламын деп айта алмаймын. Кейде кіреберіс есіктің алдындағы кілемшені өзгертсе, жақсақ болар еді деп ойлайсың. Өмір бойы қайдағы бір ауызғы бөлмеде жатар ма еді. Бірақ кілем әлемінің де өз даналығы мен өзіндік проблемасы бар. Десе де бұл мен бас қатыратын шаруа емес, қысқасы, таксиде келе жатып кептеліске тап болдым. Күзгі жаңбыр машинаның төбесін сабалап тұр, есептеуіштің әр шартылы жаңа атылған мылтықтың оғындай миыма келіп қадалады. Оның үстіне темекіні тастағаныма 3 күн болған. Басыма жақсы бірдеңе келсе бір сәрі. Ондай емес. Осындай бітпес ойлардан арылу үшін құрбы қызымды ойша шешіндіре бастадым. Бәрін өз кезегімен ең алдымен көзілдірігін алып қойдым, содан кейін сағатын, шомбал білезігін, әрі қарай. Кешіріңіз, кенеттен шыққан таксистің дауысын естіген кезде мен кофтаның бірінші түймесін ағытуға қол созып жатқам. Сіз қалай ойлайсыз, қан сорғыштар бұл өмірде болам. Қан сорғыштар. Мен жүргізушінің бет әлпеті көрініп тұрған алдыңғы жақтағы айнаға аңтарыла қарадым. Қайдағы қан сорғыштар? Ана, қан ішетіндер ме? Иә, солар. Өмірде бола ма, жоқ па? Сіз жалпы кімді айтып тұрсыз? Өмірдегі қансорғыш сияқты адамдарды ма, ауыспалы мағынадағы қансорғыштарды ма, ұшатын қансорғыш тышқандарды ма, жоқ әлде санадағы үрейлі қансорғыштарды ма? Немесе нағыз қансорғыштарды ма? Әрине, нағыз қансорғыштарды дейді таксист. Машина жарты метр алға жылжыды. Онда білмеймін дедім, хабарым жоқ. Жоқ, олай болмайды. Сіз оған сенесіз бе, жоқ па, соны айтыңыз. Сенбеймін. Яғни, сенбейсіз. Сенбеймін. Мен қалтамнан темекі алып, ерніме қыстырдым. Бірақ тұтатқаным жоқ. Ал аруақтарға сенесіз бе? Міне, аруақтар болатын сияқты. Сияқты. Сіз иә немесе жоқ деп нақтырақ айтыңыз. Иә айтпасыма болмады. Сенемін. Яғни, аруақтарға сенесіз. Сенемін. Ал қансорғыштарға сенбейсіз. Сенбеймін. Аруақтардың қансорғыштардан ерекшелігі неде? Аруақ физикалық нақтылықтың антитезасы деп ойланбастан қойып қалдым. Кейде өзімнің осылай сөз тауып кететінім бар. Ал қансорғыш бұл құндылықтың ауысымы секілді нәрсе ғой. Антитезаны мойындайсыз, ал құндылықтың ауысымын мойындай қоймайсыз. Қайдағы жоқ мұжыманы бір рет мойындасақ, соңыра тоқтай алмай қаламыз ғой. Сіз білімді адамсыз. 7 жыл университетте оқыдым дедім езу тартып. Таксист алдыңғы жақтағы ұзыннан ұзақ созылған машиналардың тізбегіне қарады да, аузына жіңішке темекісін салып тарта бастады. Салонды ментолдың иісі алып кетті. Егер сіз шынымен қансорғышты көрсеңіз, не істер едіңіз? Абыржитын шығармын. Бар болғаны сол ма, не, болмай ма? Әрине, болмайды. Сенім ұлы күш. Егер басыңа қайғы тілеп алғың келсе, өзің білесің, әнеки. Ал енді қайғы жоқ деп ойласаң, ол шынында да сенен аулақтау жүреді. Тұп-тура Донованның ескі әнде айтылатындай. Міне, сіз не туралы? Иә. Аузымдағы тұтанбаған темекіні алмай-ақ демімді ішке тарттым. Ал сіз өзіңіз қансорғышқа сенесіз бе? Сенемін. Неге? Негесі несі? Сенемін болды. Дәлелдей аласыз, айтасыз-ау. Мен бұл тақырыпты одан әрі қазбалай бергім келмей, кофтадағы түймеге қайтып оралдым. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі.
Тіпті дәлелдей де аламын, деді таксист. Шынымен бе? Иә, толық. Қалай? Мен өзімде қансорғышпын. Біз сәл үнсіз қалдық. Машина тағы 5 метр алға жылжыды. Жаңбыр әлі төбемізден сабалап тұр. Есептеуіштегі ақшаның көрсеткіші 1000-жарымнан асып барады. Оттығыңызды бере тұрмас па екенсіз? Мінекейіңіз. Мен темекі тұтатып ішке қарай сора бастадым. 3 күннен бері бірінші рет. Ой, кептелгені ай, деді жүргізуші күйіне. Иә, солай, дедім мен, сонымен қансорғыштар туралы. Иә, не? Сіз сонда шынымен қансорғышсыз ба? Әрине, маған өтірік айтудың не қажеті бар? Сіз көптен бері осындайсыз ба? 9 жыл болды. Мюнхендегі олимпиада болған жылдан бері сіз ғажап адамсыз, тез тоқтатыңыз. Міне. Бұның дұрыс. Тағы бірдеңе сұрасам бола ма? Сұрай бер. Сіз неге таксист болып жүрсіз? Мен бұндай қансорғышты қулықты ұнатпаймын. Плашқа оранғанда, күймемен жүріп тұрғанда, қорғанда ғұмыр кешкенді. Жақсы ештеңесі жоқ. Менде бәрі ойдағыдай, салығымды төлеймін, лицензиям бар. Патинкоға, дискотекаға барамын. Несі жаман? Солай ғой. Тек жай әшейін қалай айтсам екен, ақылыма сыяр емес. Сіз солай сенбейсіз бе? Менің қансорғыш екеніме сенбейсіз бе? Әрине, сенемін, дедім таксисті асыға қостап, қайғы шақырсаң міне саған. Ал жарайды. Сіз кейде қан ішесіз бе? Ендіше, мен шынымен қансорғышпын. Қан әр түрлі болатын шығар. Дәмді һәм дәмсіз дегендей. Ол белгілі ғой. Бірақ сіздікі жарамайды. Темекіні көп тартады екенсіз. Тастағым ақ келеді, бірақ қоя алар емеспін. Ең жақсысы жас қыздардікі. Бұлар енді. Түсінемін, ал артистердің қаны қандай жаман емес шығар. Кайка Касиматоныкі керемет. Киме Сингедзидікі де тәп-тәуір. Ал енді Каори Мамайдікі онша емес. Оған тіптен тартпайды. Яғни бұл істе тек білу керек қой. Ендіше, 15 минуттан кейін біз айырылыстық. Пәтерімнің есігін ашып жарықты жақтым. Мұздатқыштан сыра алып іштім де, сол күні кездесе алмаған құрбы қызыма телефон соқтым. Онымен сөйлесуге себеп те жоқ емес. Иә, мен саған Нерима нөмірлі қара таксиге отырмауыңа кеңес беремін. Неге? Оның жүргізушісі қансорғыш. Шынымен бе? Шынымен? Мен үшін алаңдап тұрсың ба? Ендіше, Нерима нөмірлі қара такси. Иә. Рахмет. Оқасы жоқ. Онда ұйқың тыныш болсын. Тыныш болсын.